достар, Қазақстанның еңбек нарығы мен экономикасының болашағында сұранысқа ие және де қажетті мамандықты таңдау үшін білім алушылардың өз бейімділігіне байланысты өздеріне сай мамандықты анықтау мақсатында біз Орта мектебінің оқушылары ұстаздардан мамандық жөнінде сұхбат аламыз деп бекіндік. Ендеше кеттік. Мамандық таңдауға қай уақыттан бастап дайындалу керек деп ойлайсыз? Менің ойымша мамандық таңдауға адам туа бітті. Яғни мамандыққа бейім болады. Яғни соны адам баласы сезе білу керек. Және бұл жерде мамандық таңдаған кезде, енді қазір айтсам, мысалы үшін 9 сыныптан, сізде 10 сынып оқысыз, 9-10 сыныптан бастап өзіңді қай мамандыққа жүрегіңе жақын, сол мамандыққа қарай өзіңді икемдеу керексің. Мұнда көп оқушылар, көп балалар әке-шешесінің айтқанын тыңдайды. Ол дұрыс емес. Адам өзінің жүрегінің қалауымен өзінің жақсы көретін мамандығына барып керек деп ойлаймын. Мына қазақта жақсы бір сөз бар ғой, яғни адам мамандық таңдауда, екінші жар таңдауда шатаспау керек. Өйткені сіз таңдаған мамандығыңызбен, өзіңіздің жарыңызбен өмір бақи бірге өмір сүресіз. Сол үшін осы екі заттан шатаспау керек деп ойлаймын. Екінші сұрағым, мамандық таңдауға өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізге байланысты қандай кеңестер бересіз? Жаңа айтып өттім ғой, адам мамандық таңдау үшін мен өзімнің өмірлік тәжірибем, мен кішкентай кезімнен, бала кезімнен бастап мен әдебиетті қатты жақсы көремін. Басқа сабақтардан гөрі әдебиет маған өте жақын болды. Кітапты кішкентай кезімнен бастап көп оқыдым. Қазірдің өзім мысал үшін мен Абай жолын 6 рет оқыған қазақтың бірімін. Өз мамандығымды жақсы көрдім кішкентай кезімнен бастап. Мен мысал үшін әке-шешем мені экономист мамандығына түсіргісі келді. Мен бірақ ол кісілер таңдаған жоқпын. Осы әдебиетті таңдағандықтан осыған әдебиетті таңдаған ешқандай өкінбеймін. Қазір осы Орта мектебінің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Және әр адам өзінің мамандығына деген өзінің махаббаты болу керек. Және жақсы көрген мамандығын жақсы көрген адамнан, яғни болашақта жақсы адамзат, жаңағы ұлтын сүйетін, өз мамандығын сүйетін, қоғамға қажетті адам шығады деп ойлаймын. Жалпы мамандығыңызды сүйе білсеңіз, ол сізге өте қажет. По-вашему, какие профессии на данный момент и в будущем будут актуальны? На данный момент у нас самая актуальная профессия – это в направлении физики, математики и информатики, потому что сами прекрасно знаете, что у нас сейчас технологический процесс, и все наши вот эти государственные организации, все наши вот эти организации, предприятия, которые открываются в Казахстане, они все переходят на цифровизацию. И в любом случае, если вы будете выбирать профессию, я думаю, больше надо выбрать в сторону информационных технологий, потому что все те профессии, которые будут второстепенные, они не второстепенные, в 20 веке, 21 веке, и до этого эти профессии были самыми актуальными, это в сфере точной науки. Так что, я думаю, самое актуальное для вас, ученики, это надо больше внимания сосредоточить на те предметы естествознания, где у вас обширно идет математика, физика, химия, биология, потому что это наше будущее. Hi teacher, hello. I want to ask some questions. Why did you choose English? I choose English because English is very beautiful and interesting language. In our days, English is important. If you're going to study or